Құлыншақ тобы киностудиясы ұсынады. 2025 жыл. Эльмира Бақытқызы мен Раушан Аманқасымна «Жасыл ел, жасыл бақша» фильмінде. Сценарий жазғандар Қанатбаева, Сариева. Режиссер Қанатбаева Эльмира. Бас оператор Сариева Раушан. Бас аспазшы Юн Гарина. Дауысты оқыған Сариева Раушан. Басты рөлдерде Медет Сұлтанбек, Нұрғали Аяру, Аянқызы Амина. Жасыл Қазақстан жасыл балабақшадан басталады. Алтынай бөбекжай бақшасының құлыншақ тобында біздің бүлдіршіндер бүгінгі күнін терезе алдындағы бау бақшаға арнады. Бүлдіршіндер қияр, аскөк, сәбіз, қызанақ секілді әртүрлі көкөністердің тұқымдарын жекелей ыдыстарға отырғызды. Балалар тек теориялық білім алып қана қоймай, оны іс жүзінде де қолданды. Бақша егудің қыр-сырын меңгеріп, өсімдіктердің өсу процесін бақылады. Бұл олардың еңбекке қызығушылығын арттырып, жауапкершілік сезімін оятты. Қазіргі заман талабына сай, балаларға экологиялық білім мен тәрбие берудің маңызы өте зор. Біз балалардың табиғатты қоршауға деген жауапкершілігін ерте жастан қалыптастыруға тырысамыз. Экологиялық тәрбие ұрпақ болашағына салынған инвестиция. Бүгінгі бүлдіршіндер ертеңгі біздің болашағымыз. Олардың табиғатқа деген көзқарасы қандай болса, болашақта қоршаған ортаның жағдайы да сондай болмақ.